Оң рульдуу унааларды күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына кезек да ушуга келди. Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге видео чыгарылыштарды тартуулоодобуз. Башка маркадагы башка унааларды издеп атсаңыздар, биздин YouTube паракчабызга кирип, өзүңүзгө керектүү темада видеолорубузда көрүп алсаңыздар болот. Ошону менен кошомча эле ар бир видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына навестин астында турган унааларды тарта кетейин. Биринчи бул Honda CR-V 1ден баштайлы. 4 дөңгөлөктөн кышкы протекторлору жакшы. Родная краска деп жазылып турат. 1999 жылы чыгарылган. Объему 2, 4 ВД. Эсин байланыш номери 555 202 040. Жауық біле? Жауық екен. Мәлі, уар олы анда мұнда алып көрсетіп қой өрейін салонын. Күлішін тапқычақты есі. Басы қанша олы отады? 440 мың сомды отады. Кейінке ұшылы адамға қарашту. Бұл Honda Inspire'дағы тұрат. 2003 жылы шығарылған, объему 3. Есім байланыс номер да бір қайталайын, 555 202 040. Отырғыштары велюр, авалы бирок жакшы эле. 2 зоналуу климат. Мультируль, круиз контролдору менен рулюдагы өзүнүкү заводской кожада тигилген. Басы канча? 540 мың, 540 мың. Кийинки бул уна, үчүнчү уна бул Toyota East. Дөңгөлөктөрү да 4-тен кышкы, жайкы экен. Кышкы протекторлор жакшы дегеним. 2003 жылы чыгарылган, родная краска, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3. Мистикти көп деле айтсак, айтышын деле кереги жок. Көпчүлүгүңүздөргө деле маалым болуп калган бул уна. Бунун баасы канча болуп калды? 390 мың сом. Урматтуу көрүүчүлөр, кыскача жарыянда угуп коюңуздар. Биздин Россиядагы мекендештерибиз жаңы розыгрыш лотереяны баштады. Эң баш байгелер болуп 4 уна жана акчалай белектер бар конвертте. Оюндун шартын эрежелерин алардын өзүнүн каналы бар. Биз каналын атыны комментарийде ссылкасын калтырып коебуз. Ошол жактан да түзмө-түз толук маалыматты алып алсаңыздар болот. Жана экранда азыр чыгып калыш керек. Сиздерге телефон номерлери да чыгат. Ошолор аркылуу дагы маалымат алып алсаңыздар болот. Оюнга катышыңыздар, өз оматыңыздарды сынап көрүңүздөр. Honda Fit Абхазиянын номеринде. Туманиктер бар, обвестерде, 4 дөңгөлөктөн жайкы, протекторлору жакшы, ушунда куюлган дискттерде. 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Баасы 430 мың сом. Люк бар экен. Люк өзі сейрек кездешет. Камера заднего вида. Уна жабык турат, мына салонун айнеги аркылуу көрсөтүп коер эле.
Honda Accord. Екі мың үшінші жылы шығарылған коробка автомат, оң руль. Басы 490 000 сом. Есім байланыс номер 551 01 52 02. Buna жауық. Toyota Wish. Екі мың үшінші жылы шығарылған, объемы 1.8. Айтылыш басы 420 000 сомды отады. Так, салонда қысқаша көрсетіп болды. Японский өзінің мультимедиа мониторы. Пробеги қаншаны көрсетеді? 299 000 километр. Машина кейдж каналы. Toyota Voxy Minivan. Екі мың үшінші жылы шығарылған, объемы 2. Так, салон көрсетіп қоялы. 600 000 сом айтылыш басы. Honda Inspire. Екі мың үшінші жылы шығарылған, объемы 3. Есім байланыс номерлері. Номері. Салон көрсетөлі. Антизанос кнопкасы, өчіріп жандыру, бұл жанда башқару кнопкалары. Монитор бар, өзінің оригинал японский. Пробеги қаншаны көрсетіп атты екен? 244 045-ке да жетеле екен. 244 296 километр көрсетіп атты. Айтылыш басы 500 000 сом. Так, отырыстарын кожа екен. Кейбіреулері велюр болады, бұнықы жақсы, кожа екен. Жақсы. Honda Fit, шул ұнаға қызыққандар болып атады екен. Мына қазір текшеріп көріп атшат. 2006 жылы шығарылған, объемы 1.3. Айтылыш басы 420 000 сомды отады. Арқа жағынан көрінішін көрсетейлі. Салоны. Урматты көрүүчүлөр, Honda Fit'та сатылып тұр 352 000 сомго. 2005 жылы шығарылған, қимылдатқыштың көлемі 1.5. Мынандай 4 дөңгөлөктен қышқы, ушундай куюлган дистерде экен. Насип кылсын демекчибиз сесине. Toyota East 2002 жылы шығарылған, объемы 1.5. Есін байланыс номерлері. Так, қанша болу атады? 360 000 сомды атады. Мынаки монитор бар екен. Пробеги қаншаны көрсетіп атады? 232 000 екен, а? Honda Fit 4 дөңгөлөктен қышқы, протекторлары жақшы. Мына маалымат қағазында да жазып қойған екен есі. Шундай толық қылып жақса, аябай жақсы болмақ. Біз да қатарынан чекеден тарта өрмей келек. 2004 жылы шығарылған. Қимылдатқыштың көлемі 1.3, басы 380 000 сом. Toyota Estima. Машина кейдж каналы. Онда обвестер декен.
2003 жылы чыгарылган. Айнектер тердеп жакшы көрүнбөй атышы мүмкүн. Бардык маалыматты эле озеке окуп кете берейин. 2000 объемы 2.4. Есім байланыш номерлері 552 22 02 87. Мына эстиманы сурагандарға ушуну тартып коюп атабыз. Камера заднего вида бар. Өзүнүкү мына монитору да японский өзүнүкү экен, баягы навигациясы менен кошо. Баасы канча эле? 450 миң сом деп атат. Айтылышкан баасы. Пробеги канча болуп калды? 228 километр.